12 ақпанда ақш президенті Дональд Трамп, Ресей президенті Владимир Путин және Украина президенті Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Трамп алдымен Путинге, одан соң Зеленскийге хабарласқан. Трамп екі президентпен де соғысты аяқтау мәселесін талқылады. Бұған дейін Зеленский бүкіл келіссөз алдымен Украина тарабымен сөйлесуден басталу керек деген еді. ақш президенті өзінің әлеуметтік желісінде Путинмен бірден келіссөз бастауға келістік деп жазды. Одан соң Ақ үйдегі баспасөз мәслихатында да осы туралы айтты. Президент Путинмен тамаша талқылау болды. Әңгімеміз ұзаққа созылып 1 сағаттан асты. Одан кейін президент Зеленскиймен сөйлесіп өте жақсы әңгіме жүргіздік. Біз бейбітшілікке бастар жолға шықтық. Менің ойымша, президент Путин де, президент Зеленский де, мен де бейбітшілікті қалаймыз. Мен адамдарды өлгенін тоқтатқым келеді. Адамдар президент Путин не ойлайтынын білмеді. Бірақ ол да бұл соғыстың аяқталғанын қалайды деп айта аламын. Бұл жақсы. Сондықтан біз соғысты тезірек тоқтату үшін жұмыс істейміз. Ресей мен ақш президенттері 3 жылдың ішінде алғаш рет телефон арқылы сөйлесті. Трамптың сөзінше, ақш тарапынан келіссөзді мемлекеттік хатшы Марко Рубио, ЦРУ басшысы Джон Редклифф, қауіпсіздік бойынша кеңесші Майкл Уолтс және таяу шығыс бойынша арнайы өкіл Стив Уиткоф жүргізеді. Ал ресми Мәскеуде екі тараптың телефон арқылы сөйлескенін растап, Путин Трампты Мәскеуге шақырды деді. Ресей президенті ақш президентін Мәскеуге шақырды және ақштың ресми өкілдерін Мәскеуде қарсы алып, ортақ мүдделерді талқылауға, соның ішінде Украина мәселесін қозғауға дайын екенін айтты. Путин мен Трамп алдағы уақытта да сөйлесіп, бетпе-бет кездесу ұйымдастыруға келісті. Ал Трамптың өзі Путинмен жақын арада кездесуі мүмкін екенін айтып қалды. Біз іс бітіреміз. Менің командам ертең Мюнхенде кездесулерді бастайды. Өздеріңіз білетіндей бірнеше кездесу болады. Ал мен президент Путинмен негізінен телефон арқылы сөйлесіп тұрам. Соның нәтижесінде жеке кездесеміз. Алғашқы кездесу Сауд Арабиясында өтуі мүмкін. Сауд Арабиясындағы кездесуден не шығарын көреміз. Бірақ соғысты аяқтағымыз келеді. Бұл шынымен қанды, қорқынышты соғыс. Трамп Путинмен сөйлескен соң Зеленскийге хабарласқан. Киевтің айтуынша кездесу 1 сағатқа созылған және Трамп Путинмен әңгімесінің детальдарын айтып берген. Украина президенті кеңсесінің басшысы Андрей Ермак Трамп пен Зеленский соғысты аяқтау бойынша жұмысты тез бастауға келісті деді. Розмова с президентом Трампом. Президент Трамппен өте жақсы әрі терең әңгіме болды. Мен президенттің бейбітшілік деген шынайы көңілін бағалаймын. Ұзақ дискуссия жүргіздік. Көп мәселені, дипломатияны, әскери жағдайды және экономиканы талқыладық. Президент Трамп Путиннің не айтқанын жеткізді. Біздің ойымша, Американың, біздің және серіктестеріміздің күші Ресей мен Путинге қысым жасауға, келіссөзге келуге жетеді деп ойлаймын. Що йому сказав Путін? Віримо, що сили Америки. Ал Вашингтонда журналистер Трамптан Зеленскиймен сөйлескенде Украинаға баратын я бармайтыныңызды айттыңыз ба деп сұрады. No, I haven't committed to go to Ukraine. I would think about going. I'd think about it, no problem. Трамптың алдымен Зеленскийге емес Путинге хабарласуы да Ақ үйдегі баспасөз мәслихатының негізгі тақырыбы болды. Журналистер Трамптан Зеленскийді келіссөзден ысырып тастаған жоқсыз ба деп ашық сұрады. No, I don't think so. As long as he's there, but at some point you're going to have elections too. You're going to have an election. Ал сарапшы Трамптың Путинге бірінші хабарласқанда тұрған ештеңе жоқ деп санайды. Нужно отметить, что Дональд Трамп говорил. Дональд Трамп президентке кіріскен соң Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлескенін ұмытпаған жөн. Енді Трамп Путин маңызды деп санайтын нәрсені Путинге беріп отыр. Путинге сыртқы атрибутиканың әдемі болғанын ұнайды. Ал мұндай сырты жылтыр дүниені Трамп беруге дайын. Трамп Путинмен сөйлескен соң бірден Зеленскийге хабарласатыны белгілі болды. Ол туралы әлеуметтік желісінде де жазды. Ал ақш үшін кімге бірінші хабарласқаны маңызды емес. Дональд Трамп пен оның командасы Путинге бірінші хабарласу арқылы көп нәрсеге қол жеткіземіз деп санайды. Владимиру Путину ему важна вот эта внешняя оболочка. Ал НАТОның бас хатшысы Марк Рютте Альянстың Брюссельдегі жиыны кезінде журналистерге Украинадағы соғыс бойынша барлық келіссөзден Киев тыс қалмауы керек деп мәлімдеді.
What we have seen yesterday was the statements coming out of Washington. Вашингтонның мәлімдемелерін көрдіңіздер. Соның ішінде президент Трамп президент Зеленскиймен телефонмен сөйлесті де. Сондықтан жағдай қалай жалғасатынын көреміз. Біз үшін Украинаға қатысты келіссөзге Украинаның толыққанды қатысқаны өте маңызды. Брюссельдегі НАТО жиынына ақш қорғаныс министрі Пит Хекстек те қатысып, Украинаның шекарасына және НАТОға мүше болуына қатысты мәлімдемелер жасады. Ол Украинаның оккупацияланған жерлерін қайтару қиын деп мәлімдеді. Біз де сіздер сияқты Украинаның тәуелсіздігі мен ертеңгі дамуын ойлаймыз. Бірақ Украинаның 2014 жылғы шекарасын қайтару мүмкін емесін бәріміз мойындай бастауымыз керек. Иллюзияға толы мақсаттарды айта беру соғысты ұзарта береді. Украинада қайта соғыс басталмайтындай сенімді қауіпсіздік кепілі керек. Бұған қоса қақтығысты келіссөзбен аяқтау жағынан алғанда, ақш Украинаның НАТОға мүше болуы екіталай деп санайды. Пентагон басшысы соғыс аяқталған соң Ресейдің соғыс машинасын тоқтатуға, Украинадағы қауіпсіздік кепілдігіне Еуропа жауап беру керек дейді. Бұған қоса ол ақш Украинаға әскер жібермейді деп мәлімдеді. Украинаның ұлттық қауіпсіздік қызметі елдің 5-ші президенті Петр Порошенкоға санкция салды. Ал 13 ақпанда президент Зеленский бұл санкцияны ресми бекітті. Бұған қоса Зеленский миллиардер Игорь Коломойскийге және жоғарғы раданың бұрынғы депутаты Виктор Медведчукке де санкция салды. Шешімге сай олардың активтері бұғатталып, мемлекеттік марапаттан айырылады. РБК Украина сайтының дерек көздерінің сөзінше, Киев, Порошенко, Коломойский, Медведчук Ресейдің мүддесіне жұмыс істеді деп санайды. Приватбанктың бұрынғы иесі Игорь Коломойский 2019 жылғы сайлауда Зеленскийді қолдаған еді. Ал 2023 жылы қыркүйекте қылмыс жолмен ақша тапты, алаяқтықпен айналысты деген айыппен қамауға алынған. Украинаның қазіргі билігі Порошенконы мемлекетке опасыздық жасады. Донбастағы сепаратистерден көмір алды деп айыптайды. Ал Путинмен бірнеше рет кездескен Виктор Медведчук қазір Ресейде тұрады. Руслан Меделбек, Тимур Айтмұхаметов, Азаттық.